Ал эти туғандарына берсе, біз бұл жаққа мықтыларды шақырамыз туғандар. Дегеле 2018 жыл региондарды, аймақтарды өніктіру жолында. Біздің Человечке сабақтап береді, мен азыр алдыңыздарға шақырам. Жылдың ең мықты айыл өкіметі. Бұл қайсыл айыл өкімет? Ежекеміз ата-анатай қолша қызыл жол-жолса сақырамызды шақырамыз. Ең мықты айыл өкіметі. Бекматов Камалидин, Халмион айыл өкіметі. Salam Awards 2018 жылдың ең мықты дәрігерін анықтаймыз. Ең мықты дәрігер Абдиев Алымқұл, Лейлек районы. Başkargan birliktin çoğulğunun görgünün en sıyılığın talanttın çoğulğunun görgünü. Banda bizi degeli mürüksardı Kırgız memleketine madeniyat tarmağından tanıtkan mıқты oğullardan ormardın iyisi tağıra etkanda Salam Awards 2018 жылдың özgüçü en mıқты ırçı Davlatov Mirlanbek, Batken rayonu. Номинация, бұл номинацияның қатысушыларының арасында чындығында аябай күчтүү таймаш жүрдү. Бирок ошол көпчүлүктүн колдоосу, көпчүлүктүн добушу менен эң мыкты журналистти аныктадык. Жана мен ушул жерден мактанып баса белгилеп, бүгүнкү конокторго баса белгилеп айта кетейин. Ушул мыкты журналист номинациясында Баткен телеканалындагы мыкты журналисттер бар болчу. Алар дагы көпчүлүктүн добушуна, көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду. Бирок жеңиш башка тарапта. Ал эмесе, урматтуу уюлдар, колдун көзгүсү маданият, экономикалык, социалдык жагдын өзөгүгө кеттегин арнаган жылдын эң мыкты журналисти ким? Жеңиш Айдаров, Баткен шаары. Өнөр жолун аркалап, ар бири самдамталап, тыным албай иштесе, эмгек менен бакталат деп айтылат. Кадамжай шаарынан келип отурган аябай өнөрлүү, таланттуу, атайын айымдардан куралган шайыр апаларга жакшы бир уул, жакшы бир чыгармага, орунга кезек берели. Asmanlar bir gezdi.
жыйнактын аткаруусундагы автордук чыгарма ушундай каламжай районуна келип отурган шайыр апалардын оштосунда кыргыз жери чыгармасы болчу болса.